Кезінде мен болған осы екі адамды бір рет болсын ғаламтордан көрген шығарсыз. Бірақ олардың кім екенін көбісі біле бермейді. Олар егіз Игорь мен Григорий Богдановтар. Францияда туылған орыс ұлтының өкілдері. Екеуі де физика ғылымдарының кандидаты, ғалымдар және математиктер, әйгілі тележүргізушілер. 1980 жылдан бері көрермен сүйіп көретін Темп X атты ғылыми фантастикалық бағдарламаны жүргізетін болған. Ұзын бойлы сымбатты егіздерге Францияның барша қыздары мен әйелдері ессіз ғашық болыпты. Алайда уақыт ешкімді аямайды. Ағайынды Богдановтар сымбаттылық пен жастығын барынша сақтап қалғысы келді. Пластикалық операциялармен беттерін тартқызды, ботекс салдыртты, еріндерін үлкейтіп, тістерін толығымен ауыстырған. Нәтижесінде екі сымбатты жігіт беттері әрдайым ісіп жүретін екі құбыжыққа айналды. Алайда олар өмірінің аяғына дейін пластикаға жүгінгендерін мойындаған жоқ. Барлық сұхбаттарында келбеттерінің өзгерісі табиғи салдардан деп ат-тонын ала қашатын. Ағайынды Богдановтар 2021 жылы 72 жастарында қайтыс болды. Солай, айтпақшы алдағы уақытта шығатын видеоларымды өткізіп алмас үшін парақшама жазылып қойыңыз.